Отау құрғандарыңызға қанша жыл болды? 7 жыл болды. 7 жыл көлемінде бірге тұрып жатырсыздар. Бірге тұрып жатырмыз. Арада бала бар ма? Әрине. Жалпы 5 бала шағамыз бар жалпы. Марқұм інімнен бір қыз бір бала, өзімнен 2 ұл бір қыз. Жалпы 5 бала шағам бар. Мен шынымды айтсам таң қалып тұрмын. Енді таң қалып жатқан адамдар көп шығар енді. Сіз жаңа айтып жатқандай, негатив көп дедіңіздер. Негізі қалай болды? Айтып беріңіздерші, басынан бастап. Сандуғаш қалай осы әулетке келін болып келді? Бірінші көрген кезде ғашық болдыңыз ба Сандуғашқа? Жоқ. Алғашында бұл келін болды бізде. 2012 жылы інім марқұм менен бұрын үйленді. Отбасын құрды. 2016-ға дейін бірге тұрды. Інім марқұм осы Астанадан көлік алып келді. Ауылда бір жұма айдады ғой. Бір жұмадан кейін жаңа жол апаты дейді. Көлік апатынан дүниеден озды. Одан кейін 40-на дейін үйде болды. 40-нан кейін өзінің төркініне ауылына кетті. Содан інімнің 100 күндік асын өткізгеннен кейін анам қатты сағынды 2 немересін. Ана 2 баланы не істейміз? Ана 2 балаға барып қайтамыз ба? Ана 2 баланы алып келесің бе деген сияқты. Сонан кейін анама өзім ұсыныс жасадым. Біздің салт дәстүрімізде бар емес пе әменгерлік деген. Зато 2 балаңыз көз алдыңызда жүреді, әменгерлікпен келінге қосылайын. Оған қалай қарайсыз? Бірақ отау тігу үшін бір сезім керек қой? Маған шын айтсам, сезімнен бұрын 2 бауыр қатты ыстық болды. Сезімнен бұрын. Сол екеуін сонда сіз анаңыз үшін қосылып тұрсыз ғой, Анам үшін деп айтпаймын, 2 бауырым үшін деп айтсам болады. Жәутеңдеткім келмеді, жат жұрт қылғым келмеді былай айтқанда. Сіздің жүріп жүрген сол кезде қызыңыз болмады ма? Болды. Оған не дедіңіз? Оған түсіндірдім, түсіндіру амалдарын жүргізіп. Бірақ кезінде енді сол қызға бір сөз салып бердіңіз? Әрине, жүріп жүргенмін. Үйленейік деген секілді ұсыныс. Үйленетін жоспар болған тұғын. Болған. Иә. Қалай ол? Оған сезім бір нәрсе болды ма өз сізде? Болды. Адамбыз ғой бәрібір. Болды әрине. Енді адамбыз ғой. Адам болған екен, мен өзім де адамшылық жасап жатырмын деп ойлаймын, ол қызға түсіндірдім. Кейіннен түсінді ол қыз не болса да.